соң сөзін тәмам кетіп қалды сабалақ айтқан сөзін ұғып алды мезгілді айтқан уақыт аз қалғанда жаратып ақсұр аты мініп алды ақ құстың шарт байлаған күні толды қатынның босанатын уақыты болды толғаты даусы шығар мезгілінде сабалақ жылқысына кетіп қалды қатынды шыдатпады толғағашы жүгіріп әйел еркек жапырласты баласын көп қиналып босаныпты жоғары түре албасты келіп апты жатыпты ес-түсі жоқ қатын талып біреулер хабар берді ханға барып албасты бұрын ханнан қашады екен келіпті әбілмәмбет айқай салып қатынға көзіңді аш деп айқай салды қаш-қаш деп ызғарланып қаһарланды еселеп төре албасты не қорықпады келінін онан жаман басып алды болмады осы марту менен бұғар не қорқып не болмады сені сыйлар барыңдар жылдамырақ сабалаққа әруағым менен көріп басым шығар бір адам хан айтқан соң мінді атқа сабады асығыстап жылқы жаққа қатынын әбілғазы марту басты деп барды хан шақырды сабалаққа тер шығып сабалақтан қысылды енді ақ құсты өткен күндер уәде берді таппады бармауына ешбір себеп амал жоқ қаннан қорқып зорға келді баяулап ақырмастан бала келді қатынды марту басып отыр еді бір ғажап жаман сурет түсін бұзып қарсылық етпестей боп секілденді опасыз мені іздеп неге келдің сен маған бармайын деп уәде бердің мен сені бақтық аса мерт етесің артылса менің бақтым сен өлесің сен өлесің келмедім саған қайран етейін деп уәдемді күтіп жүрмін жетейін деп сол күні сөйленбеген бір сөз қапты келіп ем соны ескертіп кетейін деп кетейін деп айтылмай сол күндегі қалған сөзім төресі албастының болсаң өзің төресі мен адамның болған болсам шақындық сөз сөйлессек келді кезең келді кезең төре зат нәжіс жанға жоламайды үстіне келмек түгіл қарамайды болса да әрбір нәжіс бұдан басқа жақында маңайына бара алмайды болады-ау қаралардан артық таза ішпейді жаман тамақ төре жана тұрмысын өте жақсы ұстаған соң болады өз ақылды артық данай жүрмейді нәжіс жерге төре тақап
не қарап айтпайды да атын атап. Отырған жатқан тұрған бәрі таза, аладау соның үшін төре лақап, төре лақап. Адамды төре дейін себебі сол, және де болатыны ақылы мол. Төресі албастының болғаннан соң, осылай болса деймін сізде де жол, сізде де жол. Маған сен білген сөзіңді айтып кеттің, маған сен білгеннен соң сөзіңді айттың. Көп сөзге түсіндіріп құмтыңдаттың. Мен адам, сен албасты болсаң дағы, жақсы сөз сөйлеген соң дос деп таптым, дос деп таптым. Досшылық менде саған сөзімді айтам, тұрмаймын ескерткен соң кейін қайтам. Төресі албастының нағыз болсаң, ойландым іс екен деп бұл бір қатаң, бұл бір қатаң. Бек таза төре заты бек болмай ма, өзінше әр асылда тек болмай ма? Бір халық албасы да жаратылыс, ұят намыс ара-бұрой кеп болмай ма? Меніңше бұл қатынды қоя беріп, қырқоңын қатын жуса түрегеліп, 40 күнде бойы әбден тазарады, өлтірсең сонда басып қылса келіп. Өкімді қорланарлық бере берді, үстінен намыстанып түрегелді. Бойын әбден тазарғанда басамын деп ескертіп, сабалаққа ой жүре берді. Шатыстан қатын тұрды, есін жиып, әруағы сабалақтың болды биік. Баланың шарапатты екендігін түйткілмен Әбілмәмбет қалды түйіп. Жазылды қатын енді түрегеліп, босатты сабалақтың сөзін еріп. Қатынның құрсағында ақшел қалып, өлтірді 40 күнден соң қайта келіп. Бұл бұрын елге таныс, сөйлейтін кеп жүретін сөйлеушінің мақалы боп, тиісті сөзге мін боп сал сөйлейтін алдаған албастыны абылай дебің. Жаратып ақсұр атты мініп жүрді, елге жау келетінін біліп жүрді. Өткірлеп найза қылыш құралдарын дайындық Мансұр қамын қылып жүрді. Бітіпті аққұс айтқан күні болып, күш толды сабалаққа бақыт қонып. Қалмақтан бір ауыр қол аттаныпты, хандары қоңқай серең басы болып. Қамданып қалмақ шықты атын баптап, өткірлеп қылыш қайрап найза саптап. Қалмастай ескерінен шабанамын деп бет алып, ұлы жүзге келді қаптап. Қарауыл келе жатқан қолды көрді, тоқталмай асығыстап елге келді. Ауыр қол қалмақ жатқан келеді екен. Ханына Әбілмәмбет хабар берді. Хан сонда жарлық етті, елін жиып, атақты найзашылар ерін жиып.
Алдынан ереуілге шығыңдар деп мылтықпен найза қылыш сауыт киіп, ханыңның жиылған ел сөзін оқты, қамданды мен деген ерлер мықты. Келтірмей ел ішіне жау қалмақты, алдынан ереуілге қарсы шықты. Екі қол екі жаққа ереуілдеп, байқалды қазақ аздау, қалмақтары көп. Шығыпты қалмақ жақтан бір алатты, айқайлап ат ойнатып жекпе жектеп. Қазақтан торат мінген біреу шықты, көберден бұрын шыққан одан мықты. Жүгіртіп кешке дейін найзаласып, сауытын ер қазақтың быт-шыт қыпты. Сауыттер қазақтың талқан болды, болмады істері қайла амал енді. Бақытысы ол қалмақтың артық болып, қалмақтан қаза тауып қазақ өлді. Жүгіртіп ат ойнатып қалмақ батыр, мақтанып қайратқандай опыр-топыр. Астында көк аты бар, қолдан найза, қазақтан бірер шығып ау келе жатыр. Атына екеуде қамшы басты, тамаша жан аямай найзаласты. Қазақтың бұл жерде бақты асты, қалмақтың қорқор етіп қаны қашты. Қалмақтан жекпе жектеп келе береді, сазасын батыр қазақ ау бере береді. Қалмақтың қарсыласып шыққан ері бәріде қаза тауып өле берді. Қоңқай көріп ызаланды, астынан арғас қатты мініп алды. Қолдағы туын бері біреуіне жүгіртіп ер қазаққа жетіп барады. Екеуі ұмтылысты қарсыласып, түйіліп қабақтары зәрін шашып, кетеді бір ол жаққа бір бұл жаққа қағысып, кезек-кезек найзаласып. Найзамен екеуі де жең салмады, аянбай шабысына қылыштасып. Қылышын шақылдатып қағысқанда, арстандай өкі көзі жандылдасып. Ұстасып жағасынан айқасқандай тартысып, ат үстінен табандасып. Жағадан шаба таратып жұлқыласқанда, кетіпті қан майданда тозақ басып. Екі жол екі жақта таң болып тұр, бір-бірін ала алмады қайраттасып. Бара-бара қайраттары болғандан соң болмады біреуіне ажал нәсіп. Тартысты екеуі де қоя салды, түсіріп қолдарына найзан алды. Жыртылған сауытының жағасынан қазаққа шұрқылдайтын найза салды. Жыртылып тартысқанда сауыт кетті, найзасы желкілдеген тесіп өтті. Баһадүр қазаққа да асқан батыр екен, қысқарып ден таусылып ажал жетті. Қазақтан қарсыласып бірер келді, Қоңқайдан көп кешікпей тағы ол өлді. Майданға қарсы шығып келгендерге жеңіліп қаза тауып өле береді. Ойнатып астындағы көк қасқатты, жеке жекпе-жек келгендерді шыдатпапты. Майданға мен сініп шыққандарды біріне бірін қоссай көріп, көп қираттың шықпады енді қазақ жекпе-жекке, келе алмай Қоңқайына бетпе-бетке. Қазақтан бірері шыдап келмеген соң қолына қайтып барды тұрған көпке. Екі қол екі жақтан мылтық атып, садақты қамалына садақ таратып. Қазақтан атысқаннан көп кісі өлді, тағыдан мұнан болды қалмақ артық. Байқалды қазақ қолы кемігенде, жекеден ятса да теңгер келмей. Қашуға қазақ қолы қобалжыды, қалмақтан болғаннан соң жеңілгендей. Тұрмайды ақсұр атта қарғып ойнап, ер тоқым жабдықтарыны алды жайлап. Қысқартып құйысқанын тұсын тартып, сабалақ атқа мінді жар құдайлап.
темір бөрік киіп белін байлап, қазақ жақ кемігенге қаны қайнап, ішіне қанын тартып сұрғылттанып, қан болып екі көзі ұртын шайнап, үстіне ақ сұраттың мініп алды, ермеді өзге қолдың бәрі қалды. Жүгіртіп таса жермен Әбіл Мансұр қалмақтың қыр жағына шығып алды. Ой, қасқырдай қойға шабар, тұрыңғайлап, құтырған арыстандай көзі жайнап, қомданып түлкі алатын қыран құстай қамалға шапты батыр. Абылайлап ақ құстың ұбадағы айтқанындай, қашуға қалың қалмағы ұқып алжыды, адасып ақылынан зәре қалмай, қамалға Абылайлап жетіп барды, жолынан қалмақ қашып екі жарды. Я бабам қаны шердің әруағы деп, қоңқайға туыстаған найза салды. Қоңқайдай қамшы бастың көк қасқатқа, сілтеді одан найза сабалақай. Екердің қақарынан есі кетіп, көргендер таң боп қалды екі жақтай. Найзасын тап жүректен отан ағып тықты, қалмақтың қамалының туын жықты. Әруағы Абылайдың басып кетті, қоңқайы болса тағы асқан мықты. Әруағы Абылайдың келіп қонды, шыдамай қалмаққа қашып быт-шыт болды. Құлатып қасқа атының қоңқайды да, қалмақты найзалады оңды солды. Қоңқайдың қарқарасын белін шешті, кеудесі ұлашықтай болып жатты. Қатын ер қашқан жауға дегендей боп барды да, қазақ қолы қойды ашық. Қалмақты қуып кеткен қазақ қырды, ішінде Әбіл Мансұр бірге жүрді. Мұқатып дұшпандарын қазақ халқы, шаттанып бәрінің де көңілі тұнды. Шаттанып бәрінің көңілі отындай. Қоңқайдың өлексесін жайрап қалды, басының ұртын тесіп байлап алды. Қазандай алты қарысы бас жарасы, тамашай көрген адам таңғала қалды. Әскерге Әбіл Мәмбет сөз сөйлейді, қуанып асығыстан тез сөйлейді. Қалмақтың қамалынан қарсы шауып, батыр кім жау қашырған деп сұрайды. Ерекен жалғыз өзің мыңға татыр, ел көрсін көп ішімден мұнда шақыр. Қайыру кім нәсілдің тұқым екен, бар мүзі іштерінде қайсы батыр. Шақырды біреу барып хабар айтып, астындай ақ сұратты жүрді ойнатып. Қақ жарып қалың қолдың
жатыр жанында қоңға қоңқай басын салбылдады. Сабалығы тура жүріп ханға келді, алдияр тақсыр хан деп сәлем берді. Ханымыз сізге келген тартуым деп қоңқайдың басын жерге тастай берді. Қоңқайдың басын жерге тастай берді. Бас жарасы, шекенің алды қарыс айналасы. Өмірінде мұндай бастың көрмедік деп, сол қолдың таңырқады кәрі жасы. Еріні үлек бұраның ерініндей, салбырап мұрны пілдің мұрынындай. Құлағы көз шарасың өтіптен үлкен, диюдың еркектегі бормындай. Батырды хан әуелің танымады, көңілінде сабалақта деп ойлады. Бұрынғы жылқы баққаны келбеті жоқ, қызыл қауын тұла бойын малынады. Қан боп кеткен, түріне адам шыдап отырар емес, көкпеңбек сәрі шыққан екі беттен. Мансұрдың ерлік астың сонша қолдан, басына бақыт орнап әруақ қонған. Қолдаушы бойына кеп орнаған соң, көрініп түр нұсқасы өзге болған. Көрініп түр нұсқасың өзге болған. Ханның сөзі: келдің бе аман есен жан шырағым, сен едің қамал бұзған сабалағым. Көп үшін жаратылған ер екенсің, өлгенше арта берсін батыр бағың. Тұрғанда қалмақ қуып қазақтайдап арландың еркектікпен, қаның қайнап сабалақ өз атыңдың ұрандамай қамалға қалай шаптың абылайлап. Сабалақ арғатым болған екен ер абылай, қаны шер атаныпты өз уағындай. Көтердім әруақтың ер дәруағын, шапқаным өз атамды ұран қылмай. Хан бізбенен туыс екен арғы затың, білмедім неше атадан айырылатын. Ақ жолды қамал бұзғаны оран болды абылай, болсын ерім сенің атың.
оңайтыны сағатындағы деп ойланбай сары алтыны сабыр түбіңа деген мақалла келеді үйлерінен ерлер қайтып ерлігін абылайдың бәрі айтып сүйретіп қоңқайдың бас бұрымын естіген елдің бәрін таңыры қатып жақын боп ел таныстың абылаймен ерлігі қамал бұзған көзі көрген жүріпті жолдастасып жұртты олдай үйсінде Булатшаныз қаратаймен үш жүзді үш ұрдағып үшке бөліп арғынға сәмекен хан қып беріп орта жүзі сол мезгілден хансыз қалдай ауырып ажал жетіп сәмек өліп орта жүз сәмек өліп хансыз қалдай ордасы көкшетауға ел жиналды сендірі түркістаннан хан сұра деп қарауыл дауылдайдың көп ұйғарда Дәулетбай жүріп кеттің Түркістанға барыпты Әбілмәмбет үлкен ханға естірді сәмекенің өлгендігін біраз күні тұрақтап тұрды сонда естіді сәмекенің өлгендігін орта жүз хансыз енді қалғандығын бас қосып көкшетаудан орта жүздер хан сұрап Дәулетбайдың келгендігін Дәулетбай орта жүзден іздеп келді сол елге абылайдай хан қып берді жасында 25 жас сол жылындай орнына сәмекенің биледелді азырақ сөйлеп өттім осы жөнді хан болып Әділеттай биледелді келісіп орта жүздің адамдары қазығып жеті жарғың сайлап берді қазығып жеті жарғың сайлап берді Сіздер Батырлар жыры сериясынан Абылай хан жырын тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Мақпал Тоқтағанова, Елмұра Жаңабергенова, Серік Жақсығұлов және Гүлмарс Аманбаева. Радиожобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.